Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біздің яғни оқу әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен жаратылыстану пәндерінде құндылыққа бағытталған оқытудың тиімді стратегиялары тақырыбында химия пәнінің мұғалімдері үшін шеберлік сағаты өтуде. Бұл іс-шарамыздың жалпы мақсаты химия сабағында оқушылардың ғылыми ойлауын дамыта отырып, құндылықтарға бағытталған тапсырмаларды қолдану тәжірибесін қалыптастыру. Яғни қазір білесіздер, білімнен ең бірінші маңызды қазір тәрбие болып отыр. Оқушыларға білімнен ең керегі тәрбие керек болып отыр. Сондықтан біз сабақ арқылы, осы пәндер арқылы құндылықтарды қалай енгіземіз. Енді алдағы оқу бағдарламаларында осы қатты қолға алынады деп айтып жатыр. Сондықтан бүгінгі іс-шарамызды біз осы мақсатта жасап отырмыз. Енді бүгін шеберлік сағатымыздың жалпы бағдарламасымен сіздермен таныстырып өтейін. Бүгін сіздермен өзінің іс тәжірибесімен бөлісетін, яғни химия пәнінде құндылықтарға бағытталған оқытуды әдістермен таныстыратын, көрсететін, бізде бірінші оқу мақсаттарын құндылықтармен кіріктіру жолдары тақырыбында Егенбек Назира Ақбарқызы, Меркі ауданы Асқаров атындағы жалпы орта білім беретін Түрек мектеп гимназиясының химия пәнінің мұғалімі. Және екінші бізде облыстық мамандандырылған дарынды балаларға арналған Дарын лицей интернатының химия пәнінің мұғалімі Назаргалина Надежда Юрьевна өзінің іс тәжірибесімен бөлісетін болады. Және Тараз қаласы Шоңал Смаханұлы атындағы номер 44-ші орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Сүгіров Күмісбек Серікбайұлы өзінің іс тәжірибесімен бөлісетін болады. Жалпы бұл шеберлік сағатында сіздерге бұл кісілер мастер-класс көрсетеді, бұл әріптестеріміз. Одан кейін практикалық бөлімі болған, бірақ енді бүгін онлайн режимде өтетін болғандықтан бізде практикалық бөлім болмайды, бірақ әріптестеріміз өздерінің сұрақтарын сіздермен бірге қойып, осылай жұмыс жасайтын боламыз. Енді жалпы мен осы қазіргі жағдайларға байланысты кішкене мынау құндылықтарға бағытталған оқыту бойынша өзімнің бергеннен кейін өзімнің слайд презентацияммен бөліссем ба деп отырмын. Әріптестер, өтініш микрофондарыңызды өшіріп отырыңыздар. Уақытыңыз жоқ болса шығып кетсеңіз болады. Сабақта болсаңыз, қатыспасаңыз болады семинарға. Енді қазірде бізде әріптестер микрофон келді ма бұндай? Қазіргі білім беру стратегияларында, яғни бізде қандай нәрселер ең басымдық алып отыр. Білесіздер, бізде тәрбиемен мына білім бірге жүру керек. Яғни ол тәрбие болмаған жерде білім болмайды. Сондықтан ең басты қазіргі біздің басты назарымыз осы келешек ұрпағымыздың, оқушылардың тәрбиесі болып отыр. Енді біз осы орта білім беруде пәндерде біз тәрбиемен, қалай тәрбиелік құндылықтармен қалай жұмыс жасаймыз, сол туралы кішкене сіздерге өзімнің немді таныстырып өтейін. Яғни бірінші құндылықтар негізінде білім мен тәрбиенің біртұтастығы, яғни білім беру үдерісінде ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру. Бұл енді құндылықтардың жалпы жіктелуі ғой, былайынша айтып отырғанда, қалай біз қазіргі қандай құзыреттіліктер бар, қандай стратегиялар бар, сол туралы. Енді заманауи құзыреттіліктерді дамыту, яғни SQ рухани құзыреттілік, IQ ақыл-ой құзыреттілігі, EQ эмоционалдық құзыреттілік, DQ цифрлық интеллектілердің үйлесімді дамуы. Одан кейін үшінші бізде STEM, яғни STEM білім берудің моделі. Бұл жерде білесіздер, ғылым, технология, инженерия, өнер, математиканы кіріктіру, яғни кіріктіре оқыту. Және төртінші I генеративті технологиялармен интеграция
жасау, яғни қазіргі жасанды интеллект мүмкіндіктерімен жұмыс жасау және ерте кәсіби бағдар беру. Яғни биылғы мына оқу жылындағы біздің негізгі бағыттарымыз осы. Яғни заманауи және болашақтағы мамандықтарға дайындық барысы, иә. Енді бұл туралы сіздерде алдында да тамыз кеңесінде де айтылып жатыр, жалпы бағыттар туралы. Енді жалпы құндылықтардың жіктелуі. Жалпы құндылықтардың жіктелуі жалпы адамзаттық құндылықтар, қоғамдық құндылықтар, ұлттық құндылықтар және жеке құндылықтар. Жалпы адамзаттық құндылықтарға барлық халықтарға ортақ моральдық принциптер мен идеялар, иә. Қоғамдық құндылықтарға белгілі бір қоғамның дамуын анықтайтын ортақ мақсаттар. Ұлттық құндылықтар әр халықтың тарихи, мәдени және рухани ерекшеліктері. Жеке құндылықтар әр адамның жеке тұлға ретіндегі өмірлік ұстанымдар. Осы 4 бағытта құндылықтарды біз жаңа жұмыс жасауымыз керек, яғни тұлға қалыптастыруымыз керек. Қазіргі мынау ағымға сай, заманға сай тұлға тәрбиелеуде біз осы құндылықтармен жұмыс жасауымыз керек. Енді мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттағы мазмұндық концептілер, құндылықтарға негізделген концептілер, бұл адам, тіл, отан, ар-ұждан, намыс, отбасы, мәдениет бар, білім бар, еңбек, табиғат. Неке бұл концептілерді оқыту мен тәрбиенің біртұтастығын, дүниетанымын, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Яғни осы концептілер білім беру мазмұнының негізін құрайды және оқушылардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Олар дәстүрлі құндылықтар мен заманауи талаптарды ұштастырады. Яғни біз жаңа айтып жатырмыз ғой, пәндерде құндылықтарды енгізу, қалай енгіземіз, көбісі сәйкес келе бермейді деп жатамыз, иә. Бірақ та мен сіздерге үнемі айтып отырамын, біз жаңа сыныпта қандай әдіс тәсіл алмасақ та, бұның барлығы біз құндылықпен әкелуіміз керек. Сіз топқа бөлсеңіз де, жұптық жұмыс жасатсаңыз да, жеке жұмыс жасатсаңыз да, бұның барлығына бір белгілі бір құндылықтарды енгізіліп отыруымызға болады. Енді орта білім берудің жалпы түйінді құзыреттіліктеріне тілдік және коммуникативтік құзыреттілік, оқу танымдық зерттеушілік құзыреттілік, мәдени әлеуметтік құзыреттілік, ақпараттық технологиялық құзыреттілік, 5-ші өзін-өзі дамыту құзыреттілігі және 6-ші еңбек құзыреттілігі. Енді бұның әрқайсысын сіздер білесіздер, менің алдында да танысып отқан шығарсыздар. Стандартта да көрсетіліп отыр және әдістемелік нұсқаулықта да осы тәрбие бағытындағы бөлімінде өте анық көрсетіліп қойған. Яғни мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша 23-ші қаңтардағы, яғни 12-ші бұйрығында жалпы осы білім беру бағдарламасында көрсетіліп қойған құзыреттіліктер. Енді жалпы біздің орта білім беру мазмұнын құрудың моделі, мына жерде енді мен бұны да тәрбие бойынша көрсетілген сайттардан алынған. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында, яғни мына ортасында сарымен көрсетіп тұрған құндылықтар, одан кейін мазмұндық желілер, білім беру салалары, метапәндік құзыреттіліктер, білім, дағдылар және қабілеттер. Бұлардың барлығын әдістемелік нұсқаулық хатта да біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша да сіздерде айтылып көрсетіліп жатыр. Сіздер енді менен де қатты жақсы білесіздер. Қазір қоғамда өте көп жағдайлар болып жатыр, сондықтан соның барлығын біз пәндік арқылы, мына ең маңызды, білімнен бұрын бізде қазір тәрбие өте маңызды рөл атқарып тұр. Енді соған қарсы біз азаматтарды еліне жанашитын, қоғамға жанашитын, табиғатқа жанашитын, отбасына жанашитын азаматты, адамзатты тәрбиелеуде біз мұғалімдердің рөлі өте мықты екенін білесіздер, көп нәрсе бізден өтетінін білесіздер. Мына мектепке ең бірінші бала мына табалдырыға аттағаннан бастап, ана 18 жасқа толғанға дейінгі көп тәрбие осы мектептен келеді. Сондықтан біз мынау тек қана пәннің несіне қалып қоймай, жасанды интеллектпен жұмыс жасаған кезде бір жұмысты осы тәрбие бағытымен байланыстыруымыз керек. Яғни бір оқу мақсатын тәрбиелік құндылықтармен ұштастыруымыз керек. Енді алдағы оқу бағдарламасы, жаңадан енгізілетін оқу бағдарламасы соған сәйкесті жазалып жатыр деп айтып жатыр. Енді сондықтан ол бізге ең бірінші бізден өтеді.
біз өзіміз, сіздер практик мұғалім, сіздер сондықтан күнделікті балалармен қалай жұмыс жасау керек екенін сіздер өте қатты жақсы білесіздер. Енді жалпы мынау Қазақстан қоғамындағы проблемалар қазір де білесіздер, біз әлем бойынша осы 67-ші орындамыз. Яғни бұл адам дамуының индексі бойынша осы 23-24 жылғы неге рейтингке, яғни зерттеуге байланысты біз 67-ші орындамыз. Яғни адам дамуының индексі бойынша. Бұл жерде біздің жаңағы халықаралық зерттеулеріміз бар, иә, пизамыз бар, пиби тестіміз бар, талисіміз бар, пиак бар, ересек адамдардан да алынатын, одан кейін бізде айселс бар. Мінекей осылардың барлығының қорытындысы бойынша, даму индексі бойынша біз 67-ші орындамыз. Одан кейін сыбайлас жемқорлыққа байланысты 180 елдің ішінде сыбайлас жемқорлық көрсеткіштері бойынша 93-ші орындамыз. Сондықтан бұның барлығы бізде өте қатты белең алып жатыр. Сіздер оны қатты білесіздер. Біз осыған жаңа төтеп беретін жастарды тәрбиелей алуымыз керек, тәрбиелеуіміз керек. Мына құндылықтарды неге бізде көп қолға алып жатыр, неге биылдан бастап осы оқу жылынан бастап құндылықтарды қатты қолға алып жатыр, қымжыға енгізіңдер деп міндеттеп жатыр. Мінекей осының барлығы осындай проблемалардың алдына төтеп беретін жастар тәрбиелеуіміз керек. Мен сондықтан, ал енді қазірде мысалы жастар арасындағы негізгі проблемалар, олар білесіздер, кеше ғана өзіміздің Тараз қаласында Абай мектебінде өз-өзіне қол жұмсау, суицид жағдай орын алды. Осы оқу жылының басталғалы бері 3 жасөспірімімізден айырылып қалдық. Мінекей сондықтан осылардың барлығын қазір өте ауқымды мәселелер болып отыр. Ең бірінші бопсалау, буллинг, бұл бойынша да көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аудандарда, ауылдарда анкета алып жатыр, сауалнама алып жатыр мектептерден, оқушылардан. Сондықтан бұл бопсалау, буллинг өте көп белең алып жатыр. Одан кейін суицид, яғни өз-өзіне қол жұмсау және интернет тәуелділігі. Интернет тәуелділіктерінің ең басты проблемалары бұл лудомания, яғни құмар ойынға тәуелділік, рухани құндылықтарының құлдырауы және ниет жастарының көбеюі. Яғни білім алмайтын, жұмыс істемейтін жастардың саны артуда дейді. Енді біз осы проблемаларды жеңу үшін осы пәнде жұмыс жасауымыз керек. Яғни химия пәні арқылы біз оқушыларға қандай құндылықтармен жұмыс жасай аламыз. Яғни химия пәнінде құндылықтардың маңыздысы неде? Біз қандай оқу мақсаттары арқылы балаларға құндылықтарды үйретеміз? Неге осы жағдайлар бізге өте қажет қазірде. Енді құндылықтарға бағытталған оқыту дегеніміз не? Яғни жеке дамуға бағытталған, оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру және жеке қабілеттерін ашуға көмектесетін білім беру тәсілі, әлеуметтік біліктілік, қоғамда жауапты азамат болуға қажетті дағдылар мен құндылықтарды дамыту, яғни пәндік интеграция, яғни химия пәнін оқытуда адамзаттық және ұлттық құндылықтарды біріктіру. Енді сіздерде әдістемелік нұсқаулық хатта бірнеше оқу мақсаттарымен көрсетіліп қойған, жалпы кодтармен бәрі көрініп тұр, қандай оқу мақсаттарына қандай біз құндылықтарды енгізе аламыз. Бірақ жаңа айтып отырмын ғой, сіздердің әрбір амандасқандарыңызда, топқа бөлгендеріңізде, оқушыларға тапсырма бергеніңіз, әрбір әдіс тәсілдеріңізде құндылық көрініп тұру керек, яғни құндылықтармен бағытталуы керек. Енді құндылыққа бағытталған оқытудың жалпы мақсаттары, жаңа айтып отырмыз ғой, ұлттық құндылықтар және жалпы адамзаттық құндылықтар. Ұлттық құндылықтарға отансүйгіштік пен мемлекеттік сана, өзінің отанға деген жанашырлығын көрсететін, махаббатын көрсететін, қазақ тілі мен мәдениетін құрметтеу, дәстүрлер мен салт сананы қастерлеу. Ал жалпы адамзаттық құндылықтарға адамгершілік пен толеранттылық, еңбексүйгіштік пен жауапкершілік, ғылым мен білімге деген құрмет. Яғни біз осы жерде функционалды сауаттылық біздің ең басты неміз осы болып тұр. Одан кейін құндылықтарға бағыттау, одан кейін жаңағы оқу мақсаттары арқылы немесе қолданатын әдіс тәсілдерді жасанды интеллекттің көмегімен, яғни
көрсету, дамыту, байыту деген нәрсе. Ал енді біз бұл функционалды сауаттылық енді осының барлығы арқылы келеді. Иә, біз құндылықтарға бағыттасақ, оның ішіне жаңа физика, биология, географиямызды біріктіріп оқытсақ, яғни жаңа кіріктірілген сабақтарды оқытсақ, STEM, мінекей осының барлығы арқылы бізде жалпы функционалдық сауаттылық, яғни әрбір мынау адамның тіпті сүрініп құлағанның өзі бұл функционалдық сауатсыздыққа жатады деп жатады. Яғни авария болып жатуы, соқтығысу, қазіргі мына соғыстың болып жатуы, бұлардың бәрі сол функционалдық сауаттылыққа әкеліп тіреледі деп жатады. Енді бұның барлығына осы құндылықтар арқылы бағыттау, оқыту. Химия пәніндегі негізгі құндылықтар енді ғылымға деген құрмет, жауапкершілік пен этика, ынтымақтастық, экологиялық сана. Бұлардың әрқайсысына енді мен мысал ретінде тоқталып өтпей ақ қояйын. Оны сіздер қазір әріптестерім сіздердің өздеріңіз тәжірибесінде бөлісетін болады. Енді жалпы осы құндылықтарға бағытталған оқытудың артықшылықтары бұл осы біздің Қазақстанда жасалған осы зерделеудің нәтижесінде қандай артықшылықтар болуы мүмкін деген не жасалған, зерделеу жүргізілген. Яғни пәнге деген қызығушылық 85%-ға артады деп күтіліп отыр. Білімнің тереңдігі 70%-ға, эмоционалдық даму 92%-ға енді дамиды, көтеріледі деген бір сондай нәтиже көрсетеміз деген үміт болып отыр. Жалпы химия пәніндегі құндылыққа бағытталған оқытудың болашағы бұл өздеріңізге айқын, мәлім, білесіздер. Бұл жерде цифрлық технологиялар, үнемі айтып жатамыз сіздерге, виртуалды зертханалар мен интерактивті симуляциялар арқылы қауіпсіз және тиімді оқыту ортасын құру, ғылыми жаңалықтар, яғни заманауи химия саласындағы жетістіктерді білім беру мазмұнына үздіксіз енгізу және практикада қолдану, ғылыми көзқарас, яғни оқушылардың бойында объективті дәлелдемелерге негізделген ойлау дағдыларын қалыптастыру. Яғни бұның барлығы айналып келгенде жаңа біз айтып жатырмыз ғой, құндылықтарға бағыттау, кіріктірілген сабақтарды өту, STEM деп жатамыз, функционалдық сауаттылық тапсырмалар арқылы, және де мынау жасанды интеллект, яғни қазіргі цифрлық технологиялардың дамыған заманда солар арқылы оқушыларға осы құндылықтарды дамыту. Яғни бұл тәсіл оқушылардың жан-жақты дамуына және жауапты азамат болып қалыптасуына негіз бола алады. Енді жалпы бұл құндылықтарға байланысты мен сіздерге біршама түсіндіріп айтып өттім, қазіргі проблемаларды айтып өттім. Енді ары қарайғы пәнге қатысты сіздермен өзінің іс тәжірибесімен бөліседі сөз кезегін берсем, келесі оқу мақсаттарын, құндылықтар мен кіріктіру жолдары тақырыбында, яғни 10 сыныптарда Игенбек Назира Ақбарды Меркі ауданы Асқаров атындағы орта білім беретін Трет мектеп гимназиясының химия пәнінің мұғалімі сіздермен өзінің іс тәжірибесімен бөлісетін болады, яғни шеберлік сынып көрсететін болады. Қазір мен Назира әпкеге организаторлық бол. Назира әпке, сіз осындасыз ба? Отырмын аха. Қазір мен сізге организаторлықты өзіңізге алып бастасаңыз болады. Слайдтың көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрінді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі күнгі семинарымыздың тақырыбы өзекті тақырып, яғни биылғы жылғы адал азамат біртұтас тәрбиесін біз оқу процесіне қалай кіріктіреміз? Сол бойынша мен сіздерге осы химия пәніндегі 10-11 оқу бағдарламасындағы құндылыққа бағытталған оқыту стратегияларына отырмын. Енді бізде құндылыққа бағытталған оқытудың мәні бірінші патриотизм және адамзаттық жауапкершілік. Бұда біз нені оқып үйретеміз? Яғни табиғи ресурстар тиімді пайдалану, экологияны қорғау, елдің
ғылыми дамуына үлес қосу. Яғни былай қарап тұрсақ, бұл біз үшін, химия пәні үшін күнделікті сабақ барысында айтып отыратын тақырыптарымыздың бірі. Яғни соның ішінде 10 сыныптарда мына тақырыптарды жатқызуға болады: радиоактивтіліктің табиғатын және радиоактивті изотоптар туралы қолдануын түсіндіру. Яғни бізде радиациялық әсерін, яғни радиация бізге біріншіден пайда. Себебі бұл осы тақырыпты оқыту барысында тек қана экологиялық тақырыпке құндылықты түсіндіріп қана қоймаймыз. Яғни қазіргі кезде мына рентген сәулесінде, асқазанды түсіру кезінде біз оларды кәсіби бағдарды беру, яғни биылғы әдістемелік нұсқау-хатты адал азамат біртұтас тәрбиемен қатар кәсіптік бағдар беру болатын. Біздің химия пәні осыған тікелей байланысты десек болады. Себебі біз болашақ дәрігерлерді дайындаймыз, біз болашақ агрономдарды дайындаймыз, біз болашақ юристтер бар ғой, экспертиза жасайтын. Сондықтан осы тақырып патриотизммен қатар олардың кәсіби бағдарын бере алады. Екінші, металдық байланыстың табиғаттағы жоның металдық физикалық қасиеттерін түсіндіру кезіндегі ауыр металдардың табиғаттағы әсерін, қандай зиянды қалдықтарын бөле алатынын түсіндіре аламыз. Содан кейін гальваникалық элементтің жұмыс істеу принципін, аккумуляторды зарядтау және разрядтау процесін сипаттау. Бұл күрделі тақырып болғанмен, оны біз осы ресурстарға, себебі біздің қадімгі болатын тотығу-тотықстану процесінің өзін біз мынау табиғи ресурстармен тікелей байланыстырамыз. Мынау галогендер және олардың құрылыстарының физиологиялық рөлін анықтау, бұл озон қабатындағы бұзылу жағдайына галогендердің қандай әсері бар екенін сабақ барысында түсіндіріп өтеміз. Және мен сіздерге қазір бір сабақтың үлгісін көрсеттім. Сол кезде осы құндылықты қай жерде қалай қолдандық, соған үлгісі бар. Келесі, енді біз адалдық деп отырамыз, химияға қандай адалдық қажет деп ойлаймыз. Шын мәнісінде біз химияда эксперименттік есептерсіз химия ол мүмкін емес. Сондықтан эксперименттік есептер жасағанда кейде біздің оқушыларға демонстрация жасаған кезде кейде біздің тұнбамыздың түсі сәйкес болмай қалады. Яғни бұл жағдайда біз пробирканың тазалығына, екіншіден түзілетін тұнбаның түсінің қанық болуына көңіл бөлуіміз керек. Себебі осы кезде нақты біз информация бермесек, бала ұбт кезінде болсын, ББЖ ем кезінде болсын, ол шатысады. Сондықтан адалдық дегеніміз ең бірінші. Осы оқушылардың жұмыс істеу кезіндегі жұмыс істеу кезіндегі жасаған жұмыстарын нақты бағалау, яғни зертханалық жұмыстарды нәтижелер бұрмаламау, қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау. Біз кез келген зертханалық жұмыс болсын, практикалық жұмыс болсын, ең алдымен қауіпсіздік ережесін бастаймыз. Себебі біздің алдымызда отырған тұлға, ол мемлекеттің болашақ басқаратын тұлғасы болғандықтан, олардың өмірі біз үшін артық. Сондықтан қауіпсіздік ережесін міндетті түрде еске аламыз. Және зертханалық жұмыс жасау барысында олар нақты нәтижені көрсете білу керек. Мына жерде біраз тапсырмалар көрсетілген. Осының барлығы зертханалық жұмысқа байланысты. Келесі тақырып бізде адалдық. Мен анау құндылыққа бір-екі слайд жасаған, соның бір-екеуісіне ғана тоқталып отырмын. Енді келесі бізде мына зертханалық жұмыс не жатады? Мысалы, бізде 10 сыныпта номер 2 зертханалық тәжірибе реакция жылдамдығына әртүрлі катализаторның әсерінің тиімділігін зерттеу. Біз бұл жерде мектеп лабораториясында марганец диоксидінің әсерін оқып үйретеміз. Ле Шателе принципі бойынша динамикалық тепе-теңдік күйін зерттеу. 5 зертханалық жұмыс байланыстың қанықпағандығына сапалық реакция. Яғни қанықпаған көмірсутектерге сапалық реакция. Бұл жаңағы адалдық құндылығын қалыптастыру болып табылады. Келесі бізде еңбексүйгіштік, яғни еңбекқорлық және жауапкершілік. Бұл тәжірибе жүргізу барысында дәлдікке, ұқыптылыққа және дағдыландыру. Біз қарапайым ғана мысал, 8 сыныпта біз химиялық формулалардың массалық үлестерін есептеуді өтіп жатырмыз. Есептеген кезде кейде біз айтамыз, математика бойынша үтірден кейінгі екі сан алынады.
яғни масса үлестерінің қосындысы 99-9% болу керек. Егер де 99-9% шықпаса, ол есеп бір жерден қате кетті дейміз. Яғни осындай балаларды еңбекқорлыққа жауапкершілікке берген есепті аяғына шейін нақты мәнін дайындауға үйретуге қалыптасу керек. Шынында балалар келеді, әпке мен 99-да 5 шықты, әпке мен 99-да 2 шықты. Яғни бұл жерде баланы біз еңбекқорлыққа баулуымыз керек, жұмысты аяғына шейін жеткізуге. Осыған 10 сыныптағы мынандай тақырыптар: табиғи қоспада химиялық элемент изотоптардың орташа салыстырмалық массаларын есептеу, біз есептеп жатырмыз. Одан кейін салыстырмалық молекулалық масса мен малярлық масса ұғымы мәнін түсіндіру, қалыпты жағдайда, стандартты жағдайда малярлық концентрация, малярлық көлем ұғымын мәнін түсіндіру. Осы есептерді шығару барысында біз балаларды еңбекқорлыққа және жауапкершілікке, ұқыптылыққа дағдыландырамыз. Себебі бала кейде асығыстықпен қалай болса солай жазып әкеледі, формуланы дұрыс жазбайды. Біздің мақсатымыз химиялық сауаттылықты, химиялық тілді баланың бойына сіңіре білу. Олар калий мен кальцийді шатыстырып, содан кейін баспа түрде бірінші мен екінші әріпті жазады. Ол дұрыс емес деп, біз ұқыптылық дегеніміз бізде сол. Және ұқыптылық бұл көпшілігінде зертханалық жұмыс жасап біткеннен кейін сол өзінің орнымен әкеп лаборантқа немесе пән мұғаліміне өткізу, біз балаларды болашақта ұқыптылық қалыптастырамыз. Енді ынтымақтастық дейді. Яғни бұл кез келген сабақтың барысында болады. Біз мысалы ең алдымен сабақта, Әсел Бақтыбайқызы айтып кетті ғой, біз оқушылармен амандасып, оларды орынға отырғыздың өзі, бұл жерде оқушы мен мұғалім арасындағы ынтымақтастық. Ары қарай жұптық жұмыс кезінде жұптар бірін-бірін сыйласуы, топтық кезінде олардың өзара ынтымақтастығы нәтижесінде топты алдыға алып шығады. Біз топтар жұмыс жасаған бір-бірін бағалағанды айтамыз ғой. Мына бірінші топ ынтымақтастық нәтижесінде бірінші бітірді, тапсырма толық аяғына шейін ескерту бойынша орындалды деп бағалау барысында біз топтың осындай құндылықтарына баса назар аударуымыз керек. Міне осындай нәтижеде біз ынтымақтастық нәтиже жұмыс нәтижесін алды деп. Енді келесі құндылықтың бірі бұл құрмет. Яғни ең алдымен біз өзіміздің пәнімізді оқушыларға сүйсіндіре білуіміз керек, оларға махаббат ретінде сыйлата білуіміз керек. Біз айтамыз ғой, балалар химия болмаса әдемі болмайсыңдар, химия болмаса жан-жақтағы тағам, мынау қажетті құжат, бәрі химияның жоғарғы деңгейінің нәтижесінде болып жатқан қазіргі мынау стройка саласы деп айтамыз. Сондықтан ғылымға құрмет, табиғатты экологиясын зерттеу, табиғатқа құрмет, қоғамға және әріптестеріне деген құрметпен қарау біздегі бүгінгі күнді өзекті мәселе болып табылады екен. Енді мен сіздерге бір сабақтың өзекті кішкене ғана жартылай қымыжысын алып келдім. Бізде бірде 10-шы сыныпта радиоактивтілік тақырып, бұл тақырыпта оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты радиоактивтіліктің табиғатын және радиоактивті изотоптарын қолданып түсіндіру, изотоптар ядросын тұрақтылығын анықтау үшін химиялық элементтердің протон, нейтрон қосындысы қисығын қолдану. Енді оқу сабақ мақсаты радиоактивтіліктің түрлерін, қасиеттерін түсіндіру, альфа, бета, гамма сәулесі, радиоактивті сәулелерін қолдануын сипаттау, қауіпсіздік шараларын меңгерту. Яғни қауіпсіздік шара деген кезде осы 10-шы сыныпта көрсетілген жарық жылдамдығы, оның жиілігі, және бұл сабақ бізде интеграциялау деп отырып, физика пәнімен тікелей байланысты. Және өмірдегі атом электростанциясымен тікелей байланысты. Сондықтан ұйымдастыру кезеңінде сәлемдесу, ынтымақты атмосферасын қалыптастырып, және оқушылар бұл жерде сабаққа қажетті құрал жабдықтарын дайындайды. Оқушылардың іс-әрекеттері. Енді бағалау, оқушыларға сұрақ қоямыз, жаңа тақырыпқа көшу кезінде ассоциация әдісі бойынша, яғни радиоактивтілік сөзіне байланысты ойларын жазады. Яғни олар радиация сәулесін қай пәннен естіді, қандай саладан естіді. Осы жерде оқушылардың ынтымақтастық, сыни ойлау дағдысы қалыптасады. Міне біз айтып отқан құндылықтар дегеніміз біздің берген тапсырмамызда көрініс табу керек дейді.
енді білмеймін, кейбіреулер ресурсқа әкеліп қойып жатады, кейбіреу бағалауға әкеліп қойып жатады. Енді болашақта осы құндылыққа байланысты мүмкін курстар болса, негізі бір бағыт бағдар беретін шығар. Мен өзім ойым оқушының іс әрекетіне қойған дұрыс деп отырмын. Енді екінші, мұғалім түсіндірмесі алфавитті гамма сәулестіру, осы жерде кесте таныстыру арқылы біз оқушылар жасанды интеллект арқылы модельді қолдану береміз. Бұл жерде біз оқушыларды жасанды интеллекттен белгілі бір мағлұматты табу бағдарламасына бағыт береміз. Яғни ғылымға құрмет, жауапкершілік. Ғылымға құрмет деген мына жерде бізде осы радиоактивті элементтерді ашқан ғалымдардың еңбектерін айтамыз ғой. Сол ғалымдарға біз құрмет көрсетуіміз қажет. Сондықтан ғылымға құрмет, яғни осы тапсырманы орындау барысында іске асырады. Содан кейін топтық жұмыс, жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, ынтымақтастықты өзара қолдану. Мына жерде әр топқа тапсырма беріледі. Бірінші топ, екінші, үшінші топ. Радиоактивті сәулелі медицинадағы рөлі осы жерде біз жаңа кәсіби бағдарға көңіл бөлеміз. Радиоактивті қалдықтар, бұл жерде экология, патриотизм және адамзаттық жауапкершілікті аламыз. Қазақстандағы уранның көзі, бұл болашағы. Қазақстанның болашағына патриотизмге тәрбиелейміз. Яғни бұл жерде бізге кірістірілген табиғи құндылықтар, табиғи ресурстар тиімді пайдалану, экологияны қорғау, елдің ғылыми дамуына үлес қосу. Яғни құндылықтар берген топтарды орындау барысында осы құндылықтар бойынша оқушылар бізге мағлұмат бере алады екен. Мен енді сабағымның жарым бөлісін ғана көрсеттім сіздерге. Енді қазір өздеріңіз қалай қабылдайсыздар, неге чатқа жазасыздар ғой. Енді 11 сыныптар бойынша да осындай тақырыптарды алсақ болады екен. Негізінде 11 сыныптарда бізде ауыр металдардың ластану көздері 11 сыныпта, қоршаған пластиктер, олардың нағыз экологияға байланысты тақырыптар тұр. Азот тақырыбын өткен кезде, күкірт қосылыстарын өткен кезде, яғни қазір бізде көп күкірт қосылыстарына байланысты қышқыл жаңбырлар дейміз, функционалдық сауаттылықтар. Мынау патриотизм мен азаматтық жауапкершілігімен қатар мына жерде көпшілігінде функционалдық сауаттылық тапсырмаларын көп беруге болады. Бізде дайын пиза тапсырмаларының ішінде осы қышқыл жаңбыр тапсырмалары тұр. Мына диоксиді көздерін атау, содан кейін жылы жай эффектісі, барлығы осы құндылықтарға әкеліп соғады. Енді адалдық зертханалық жұмыстар кезіндегі біздегі 11 сыныпта бізде зертханалық 10 мен 11-де негізі төменгі класстарға қарағанда зертханалық және практикалық жұмыстар саны аз болған жағдайда біз олардың бойында осындай адалдық құндылығын қалыптастырамыз. Енді осы химиядағы құндылықтарды қалыптастыру стратегиялары. Жаңа бізде Әсел Бақтыбайқызы жақсы айтып кетті. Енді осы құндылықтарды қалыптастыру үшін енді бізде жобалық оқыту. Біздегі өзекті мәселе жасыл химия қоршаған ортаны ластаушы заттардың жобасы арқылы оқушылардың экологиялық жауапкершілігі түсінеді. Яғни бізде кез келген жоба алатын болсақ, ғылыми жобалар алатын болсақ, оның бір бөлігі осы жасыл ел, қоршаған ортаны кіріктіріп кету керек болып тұратын сияқты. Енді функционалдық сауаттылықты дамыту, күнделікті қолданылатын химиялық заттарды қарапайымға үй тұрмысындағы сабындар, сұйық жуғыш заттар, тыңайтқыштар. Біз мысалы тыңайтқыш кезінде нитраттар болған кезде балаларға үнемі айтады, қарбыз, жаңадан селитрасы бар кезде көп жемейміз. Неге жемейміз? Себебі ол біздің ағзамызда нитрат иондарының ыдырап кетуінен қай ағзаны бұзамыз. Яғни функционалдық сауаттылық күнделікті сабақ барысында тақырыппен тікелей байланысты. Дәрі-дәрмек дұрыс және әрі қалай қауіпсіз пайдалануға болады. Сосын үшінші, зертханалық тәжірибе арқылы құндылықтарды қалыптастыру, әрбір тәжірибе кезінде қауіпсіз ережені қатаң сақтау. Балаларда болады, қышқылдардан жұмыс жасаған кезде қолына тиіп кетеді, немесе бір газ бөлініп жатқан кезде проверканың жоғары жағынан қарау. Оларға қызық, бірдеңке жасай салу керек. Сол кезде үнемі осы адалдық,
ұқыптылық құндылықтарын балаларға қалыптастыру, сақтауды талап етуіміз қажет. Үшінші, интеграциялық тәсіл. Химия бұл тікелей биологиямен тікелей байланысты, адам ағзасының. Химия бұл географиямен тікелей байланысты, себебі біз металдардың табиғаттағы қорын, ол қай жерде кездесетінін географиямен айтып отырамыз. Экология, өндірілген заттардың, завод, фабрикалардың қалдықтарының қандай экологиялық зардабы, ол экологиялық зардабы болмау үшін біз не істеуімізге болады. Яғни табиғатты қорғау, денсаулықты сақтау құндылықтарын біз сабақ барысында қалыптастыруға тырысамыз. Яғни химия сабағын қорытындылайтын келетін болсақ, біздің әр сабағымыз болашақта мамандық таңдауға, болашақтың іргесін қалыптастыратын, ауаны таза ұстайтын, функционалдық сауаттылығы қалыптасатын тұлға дайындау бізді жаратылыста математикалық бағыт үшін ең өзекті мәселе болып табылады екен. Менің бүгінгі сіздерге дайындалған жобам осындай. Мен енді әр тақырыпқа тоқтамам, себебі мына құндылықтарды қатықпаған қағида жоқ. Сіз қымыжы жазған кезде сіз қандай тапсырма алдыңыз? Сіз функционалдық сауаттылық бойынша тапсырма алдыңыз ба? Соған байланысты сіз қандай құндылықты бойына сіңіре аласыз? Ол адамның өзінің жасаған қымыжысынан көрінеді. Және сол алған тапсырмаңыздың астына құндылықты өстіп жаңа жақшаға алып қойсаңыз болады. Яғни мына тапсырманы орындау барысында оқушының мына құндылығы қалыптасады деп мен өзім солай тапсырманы солай аламын. Енді сіздер өздеріңіз қалай қабылдайсыздар, қалай ой бөлісесіздер, сіздерді де тыңдап, мүмкін менің дұрыс жағым барша, мүмкін мен қателесетін шығармын. Сондықтан біріккен жағдайда осындай жұмыс жасауға болады екен. Рахмет, Назира әпке, өте жақсы мысалдар келтіріп өттіңіз. 10-11 сыныптарда именно химия пәніне қатысты қандай құндылықтарды, қандай оқу мақсаттары арқылы біз оқушының бойына тарта аламыз. Сол туралы өте жақсы айтып өттіңіз. Келесі бізде өзінің шеберлік несімен бөлісетін, тәжірибесімен бөлісетін Назаргалина Надежда Юрьевна, облыстық мамандандырған дарынды балаларға арналған Дарын лицей-интернатының химия пәнінің мұғалімі. Болды. Надя, сізге берілді, организатор. Микрофоныңызды қоссаңыз. Здравствуйте. Видно всем? Жоқ, слайдыңыз да, көрініп тұр. Поставить. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу вместе с вами порассуждать на тему, которая становится особенно актуальной. Такие как современные технологии, мы знаем и инструменты, которые помогают нам учить детей фактам и формировать у них знания. Также эти инструменты у нас помогают формировать не только знания, но и личные ценности, а также функциональную грамотность. Мы все прекрасно понимаем, что знания сами по себе еще делают человека полноценной личностью, гражданином. Гораздо важнее то, что эти знания применяются в жизни, такие решения ребенок принимает и с какими ценностями он дальше, соответственно, руководствуется. В нашей стране действует программа «Адал Азамат». Она направлена на то, чтобы воспитывать честного, ответственного и, соответственно, гражданского активного человека. И тут встает закономерный вопрос. Каким образом учителя могут соединить традиционные воспитательные цели с современными цифровыми технологиями или цифровыми инструментами? Соответственно, у нас ответ очевиден. Дети сегодня живут в цифровом обществе, и чтобы быть услышанными, мы должны говорить с ними на их языке. Именно поэтому технологии могут стать хорошим помощником в деле воспитания и образования. Таким образом, у нас здесь вот
Я написала на слайде, и какие подходы для развития ценностей Адал Азамат можно использовать с помощью цифровых инструментов. Во-первых, это инновация в обучении, да, то есть мы можем внедрять не только в обучение, но и в развитии ценностей и мышления. Роль преподавателей, соответственно, в Aditech. То есть мы выступаем ключевыми фигурами в формировании ценностей и грамотности при использовании. Также модели обучения, они нам помогают сформулировать группы, посмотреть, да, что нового можно заинтересовать как-то ребенка и так далее. Aditech инструменты открывают перед школой множество новых возможностей. Мы можем использовать цифровые платформы для развития критического мышления, внедрять игровые технологии, которые, соответственно, будут формировать критическое мышление у ребенка, ответственность, принимать решения, применять виртуальную и дополнительную реальность для того, чтобы моделировать жизненные ситуации. Также, например, с помощью VR виртуальной реальности мы можем показать детям не только химические реакции или строение клетки, но и смоделировать какие-нибудь жизненные ситуации, в которые можно выбрать между частным поступком и, например, какой-то выгодой. Да? Таким образом, мы можем развить ценности, и ребенок может посмотреть, что будет, если он выберет ту или другую жизнь. Да? Такие технологии они могут помогать ученику буквально прожить ситуацию, а значит глубже ее понять. При этом учителя мы должны будем помнить немаловажную вещь, что технологии не заменяют учителя. Мы с помощью технологий только немного корректируем те или другие жизненные какие-то ситуации. Они усиливают нашу роль, они делают наши уроки более красивыми, более такими разнообразными, чтобы они не были сухими. И шли также в ногу со временем с учениками. Учитель как остается проводником ценностей, и именно мы даем тот моральный контекст, в котором дети наши используют технологии. Вот на этом слайде я написала формирование гражданской ответственности с помощью искусственного интеллекта. То есть мы можем играть значимую роль в формировании гражданской ответственности. Также образовательные программы и ценности, они создают более такую важность для ученика, потому что сейчас все дети у нас в телефоне, вы знаете, все в ТикТоке, в Лайке, там в Инстаграме, у них клипочное такое мышление, то есть они запоминают на вот эти вот как шотсы, как очень короткие. Соответственно, мы используем всякие технологии для развития социальных проектов. Снимаем челленджи, снимаем там какие-то подкасты и так далее. Да, современное общество зависло немного в вот этом вот проблеме, то, что мы используем только вот все клипочное мышление, но это немаловажный фактор для того, чтобы идти в ногу со временем. Как же развитие технологий у нас влияет на этику и мораль? Здесь показана диаграмма, где как влияют личные ценности через технологии. То есть этика и мораль приближенно 18%, участие в общественной жизни 19%, компетенции для будущего 21%, критическое мышление 20% и ответственность за свои действия тоже 20%. То есть таким образом мы тоже через искусственный интеллект, вы знаете, что у каждого ребенка сейчас есть страничка в личных сетях, он всегда думает, как и о последствиях, как он выложит, что подумают о него другие. Но при этом он, например, участвуя в каких-то социальных проектах, берется ответственность за свои действия и, соответственно, думает, к чему это может привести. Через, соответственно,
Какие мы можем использовать инструменты для развития ценностей? Во-первых, это образовательные платформы. Ну, вы знаете, сейчас там много таких подкастов, Khan Академия, потом Coursera, Duolingo. Можно использовать как искусственный интеллект репетитор. Чат-боты – это чат GPT, самое такое распространенное, да, который мы сейчас используем. Также можно другие искусственные интеллекты применять, но большинство дети используют ChatGPT. Творчество, например, даже вот данная презентация создана с помощью Canva. То есть там раньше мы просто создавали презентации, но нам было не так уж интересно. Но благодаря современным инструментам мы можем более легче и разнообразнее сделать тот или другой инструмент. Да? Можно использовать также Magic School, Pet Simulation и так далее. И самое главное сейчас, чтобы это было разнообразно, мы используем VR-технологии. Да, сейчас не так уж тяжело купить эти очки виртуальной реальности. На маркетплейсах можно от 3000 и выше, но в результате этого ваши уроки станут более разнообразными и интересными. Так, как же функциональная грамотность влияет на искусственный интеллект и наоборот? Во-первых, мы видим наглядность. Чем больше у нас мы используем искусственный интеллект, тем больше у нас визуализация. Ведь в сегодняшний день у нас не так уж много, к сожалению, реактивов в обучении, да, мы их сами приобретаем. Благодаря искусственному интеллекту мы можем сделать какие-то реакции, посмотреть. То есть есть и платный контент, есть и бесплатный. В платном контенте, конечно, там получше, там прям интереснее то, что мы берем там как пробирки, и это прям все визуализируется, особенно с помощью VR-очков. Здесь у меня видео не включается, здесь на третьем видео, там есть, получается, с помощью искусственного интеллекта лаборатории. То есть, с другой стороны, мы повышаем безопасность. Не все химические реакции, вы знаете, идут безопасно. Некоторые с выделением запаха, у детей может быть аллергия. Таким образом, мы обезопасим себя. И мы можем еще адаптировать с помощью искусственного интеллекта урок под тот класс. Например, некоторые симуляции, если вы пользовались ими, они, если вы неправильно отвечаете постоянно, они вас на более легкий уровень перекидывают. Тем самым ребенок начинает как бы с легкого уровня и постепенно идет на сложный. Здесь на видео показана эффективность EdTech инструментов функциональной грамотности. То есть самое большее по моим, получается, наблюдением вышли игровые платформы. Почему? Потому что дети любят играть. Все дети любят играть, даже мы взрослые. Потом на втором месте это всякие коучинги, семинары. Потом идут мобильные приложения. То есть для детей это прям заходит, это игровые платформы и мобильные приложения, потому что сейчас любой ребенок не представляет себя жизни без телефонов. Потом идут онлайн-курсы и вебинары. Самое все-таки, будем сказать, не рассматриваемое среди учеников, это все-таки вебинары. Так что если вы хотите, чтобы ученик как-то заинтересовался, желательно все-таки использовать мобильные приложения и игровые платформы. Какие популярные мобильные приложения я использую? Это Virtual Kids, Molvip, ChemLab, Химия X10 и химические вещества химии. Да, там есть свои какие-то нюансы, но вот эти приложения, они бесплатные, здесь не нужно вам лишний раз платить денег и так далее. Если вам нужно викторины создать, то мое самое любимое – это Kahoot. Почему? Потому что сейчас, да, там есть ограничения, но при этом у ребенка вот эта конкуренция и в режиме реального времени – это очень прям так хорошо. Потом Wayground, Traventy, Fliptify, Multimeter и Slido. Вот эти мои самые любимые приложения, которые я вот использую. И вот здесь вот видно на казахском тоже приложение, которое вот как раз смотрится, как выглядит на видео. То есть это из моих уроков. Так, если вы хотите создать видео, да, мы сейчас используем иногда видео с искусственным интеллектом для того, чтобы заинтересовать как-то учеников. Например, может быть, вы видели популярный
блогеров, которые создают курсы для химии, там популярных учителей, вы видели, что сейчас именно идет такая тенденция на аниме. Вот как раз с помощью данных приложений можно сделать те или другие видео. Ну, конечно, можно использовать также сайт GPT, да, в платной версии там есть создание маленьких видеороликов, но там, к сожалению, не так уж много будет, там получится от 5 до, соответственно, 20 секунд. Но можно сделать нарезки, а потом, соответственно, их подредактировать. Самое любимое прямо такое, это у меня ментальные карты. С помощью вот данных приложений можно сделать ментальные карты на уроках, чтобы дети тоже поиграли, потому что каждый урок вы же не будете использовать только мобильные приложения, телефоны и интерактивную доску. Вам нужно разнообразие. И также вот рабочие листы, где вы можете с помощью этих приложений создать рабочие листы. Это прям будут прям красиво, как бы разнообразно и так далее. Еще бы я сюда добавила Canva, потому что как бы сейчас это самый такой лучший ресурс. Дальше. Полезные инструменты. Вот эти инструменты я использую в основном для, получается, фидбэка, обратной связи и рефлексии. Данные инструменты хорошо, на каждый урок не будете же одно и то же приложение, не только стикеры, не только похвалу, вам нужно разнообразие. То есть каждый урок должен быть не похож на предыдущий, но при этом иногда нужно сделать как бы серию уроков для того, чтобы понять, подходит вам то приложение или тот вид методики или нет. Все, спасибо за внимание. До свидания. Рахмет. Бізге Надежда Юрьевна бізге өте жақсы платформаларды, керекті платформаларды айттыңыз. Біздің мұғалімдерге өте қажетті деп ойлаймын. Яғни жасанды интеллекттің арқасында да баланы сабаққа қызықтырудың біраз жолдарын көрсетті. Енді бізде келесі Сугуров Күмісбек Серікбайұлы, Тараз қаласы Шонас Маханұлы атындағы номер 44-ші орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі. Ағай, бір даусыңызды шығарып қойсаңыз. Саламатсыздар ма, әртістер? Әлейкум. Диман Сырзекбаевтың бересіз. Берілді сізге. Саламатсыздар ма, әртістер? Көрініп тұр ма екен сіздерге? Иә, көрді. Менде бүгін функционал сауаттылыққа және құндылыққа бағытталған оқыту заманауи химия сабағының негізі. Яғни функционал сауаттылыққа және құндылыққа бағытталған тапсырмаларды КМЖ-да қалай көруге болады, сол туралы айтып кетейін деп отырмын. Негізі біз осы уақытқа дейін дәстүрлі сабақ кезінде сабақтың мақсаты негізі 3 бөліктен тұратын, бағанағы білімділік, дамытушылық, тәрбиелік. Ал жаңартылған мазмұн кезінде қазір уақытта бізде оқу мақсаты, ойлау дағдыларының деңгейі және құндылықтарға баулу деген неге бөліктерге ауысты. Бұларды алып қарайтын болсақ, барлығы екеуінде алып қарайтын болсақ, екеуі де бірдей болып келеді. Тек қана бұл жерде термин сөздер ғана өзгерген. Мысалы, білімділік бізде оқу мақсатында орын алады, дамытушылық бізде ойлау дағдыларының деңгейінде орын алады, көруімізге болады, ал тәрбиелік құндылықтарға баулу бөлігінде орын алады. Енді осы құндылықтарға баулуда жалпыға бірдей міндетті білім беру стандартында сәйкес қазір уақытта КМЖ-ға әрбір сабақта құндылықтарға және функционал сауаттылыққа байланысты тапсырмаларды, сонымен қатар жасанды интеллектке байланысты тапсырмаларды енгізу негізге алынып отыр. Соның негізінде қазір мен сіздерге бір сабақтың КМЖ сабағының несін көрсеткім келіп отыр. 9 сыныптың минерал тыңайтқыштар деген тақырыбын алып отырмын бұл жерде мен. Негізі сабақ кезінде біз
мысалы зерттеу сабағы болсын, ашық сабақ беретін болсақ, семинар не алатын болсақ, біз банағы тапсырма құрастыруда қиындық туындап жатады бізде. Біз негізі осы тақырыпқа сәйкес, мысалы оқу мақсаты беріледі, оқу мақсатына сәйкес тапсырмалар құрастыратын болсақ, онда біз өзіміздің сабағымыздың мақсатына жетеміз деп ойлаймын. Соған байланысты мысалы мына жерде алып қарайтын болсақ, минералды тыңайтқыштар бізде мынандай оқу мақсаттары берілген. Минералды тыңайтқыштардың жіктелінген, олардың құрамына кіретін қоректі элементтерді атау, азот және фосфор тыңайтқыштардың қоршаған ортаға әсерін зерделеу. Сабақтың осыған байланысты сабақ мақсаты минералды тыңайтқыштарды жіктейді, құрамын анықтайды және қоршаған ортаның әсерін зерделейді. Оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийлері мынандай түрде құрастырылған. Минералды тыңайтқыштар жіктейді, минералды тыңайтқыштардың құрамына кіретін элементтерді атайды, азот және фосфор тыңайтқыштардың қоршаған ортаға әсерін зерделейді. Енді сабақтың басында мен бұл жерде stopwatch, жасанды интеллект stopwatch деген жасанды интеллект платформасы арқылы сыныпты 3 топқа бөліп аламыз. Ол сыныпты 3 топқа бөліп аламыз. Жасанды интеллект қазір. Stopwatch мен көрсетейін. Stopwatch деген жасанды интеллект бар. Осы жасанды интеллект арқылы мына жерде қарайтын болсаңыздар, әртүрлі топтың түрлерін мысалы бөліп алуға болады. Көптеген түрлер бар. Осы нені таңдап, біреуін таңдап, сыныпты 3 топқа бөліп алуымызға болады. Одан ары қарай үй тапсырмасын сұрау барысында мен Wayground деген жасанды интеллектті қолдандым. Бұл жерде Wayground жасанды интеллекттің бір артықшылығы, бұл жерде жасанды интеллектте қандай тақырыбыңыз, сіздің сабағыңыз тақырыбы қандай, сол тақырыпты беретін болсаңыз, сізге бұл жерде өзі тапсырманы сұрақтарын құрастырып береді. Wayground деген мына жерде бізде платформамыз бар. Мысалы мына жерде фосфор үй тапсырмасы, фосфор және оның қосылыстары деп алатын болсақ, бұл жерде мына жерде сізге қанша сұрақ керек, мысалы санын жазасыз, одан пәнін жазасыз, одан барып сыныпты жазатын болсаңыз, сізге сол қанша 10 сұрақ десеңіз 10 тапсырма, болмаса 20 десеңіз 20 тапсырма құрастырып береді. Яғни бұл жерде үй тапсырмасын сұрау менде Wayground платформасында жасанды интеллект арқылы жасалған. Қарайтын болсаңыздар, сұрақтарды төмендегідей, оны айтып уақыт алмай қойын. Ары қарай келетін болса, жаңа сабаққа келетін болса, жаңа сабақта оқушыларға негізі видеоролик беріледі, минералды тыңайтқыштар туралы, сонымен қатар тапсырмалар легі беріледі, тапсырмалар легі. Сонымен бұл жерде мен видеоролик беріледі, тапсырмалар беріледі, мәтіндер беріледі. Одан барып тапсырмаларды, мысалы бірінші топқа азот тыңайтқыштары, екінші топқа фосфор тыңайтқыштары, үшінші топқа калий тыңайтқыштары, оны видеороликтер арқылы беремін. Яғни бұл да жасанды интеллект арқылы жасалынған, яғни Хейген деген жасанды интеллект бар, сол арқылы жасалған. Мысалы ретінде қазір көрсетейін. Birinci top azot tыңайтқыштары. Яғни алуға болады. Хейген платформасы жасанды интеллект. İkinci top fosfor tыңайтқыштары. Үшінші топ калий тыңайтқыштары. Бұл жерде Хейген деген жасанды интеллект арқылы беріліп отыр тапсырма. Бұл жерде өзіңіздің суретіңізді қойсаңыз болады, болмаса өзіңіз видео ролик арқылы сөйлеген сөзіңізді қойсаңыз болады, болмаса өзіңіздің суретіңізді қойсаңыз болады. Бұл жерде штопта тапсырма Джонстың әдісі арқылы орындайды. Бұл жерде бөліктен тұрады. Мысалы бірінші бөлігі бізде макро болса, қазір кешіріңіз, басқа әріптестер микрофондарыңызды өшіріңіздерші, өтініш естілмей жатыр. Бұл жерде топтар өздеріне берген тақырыптарды алғаннан кейін барып, оны Джонстың әдісі арқылы ортаға өз жауаптарын ұсынады. Бірінші макро болжам бізде минералды тыңайтқыштар жіктейді, бағалау критериіне байланысты құрастырылған бұл тапсырма. Микро болжам бұл жерде калий, азот, фосфор тыңайтқыштардың құрамын жіктейді, қасиеттерін сипаттайды. Символдары болжам бұл жерде маңызы мен қоршаған ортаға әсерін зерделейді. Осы неге байланысты дескриптор төменде берілген, дескриптор көрсетілген. Одан барып ары қарай
сабақтың ортасында функционалдық сауаттылыққа байланысты тапсырма беремін. Бұл жерде саралаудың тапсырма әдісі жүреді, жүзеге асады. Мысал ретінде алып қарайтын болсақ, жеке фермерлер азот пен фосфор тыңайтқыштарын шамадан тыс көп қолданады. Бұл топыраққа, су көздеріне және атмосфераға әсер етуі мүмкін. Енді сұрақ қойылады үш топқа. Бірінші топқа мысалы, азот және фосфор тыңайтқыштарын шамадан тыс қолдануын су экожүйесіне қалай әсер етеді? Екінші топқа, бұл мәселені шешу үшін қандай шаралар қолдануға болады? Үшінші топқа, егер фермер өз алқабында тыңайтқыштарды дұрыс пайдаланбаса, ауа мен топыраққа қандай зиян келуі мүмкін? Бұл үш тапсырманы мен QR код арқылы қарап отырсаңыздар, QR код арқылы беремін. QR кодты ашу арқылы өздеріне қажетті сұрақтарды алып, оқушылар топ арасында жауап береді бұл жерде. Бұл бізде тапсырма функционалдық сауаттылыққа байланысты берілген. Одан ары қарай үшінші тапсырма менде Quizlet платформасында орындалады. Бұл жерде саралаудың қорытынды әдісі жүзеге асады. Әр тапсырманың астында дескрипторлар болады. Дескрипторларға қарай бағалау жүргізіліп отырады. Мына жерде Quizlet платформасында бізде сәйкестендіру орындалады. Сонымен қатар оқушыларды мотивация ретінде оқушыларға әр жауаптар берген сайын топтардың нелерді осындай купондармен, сәттік купондар бар. Осы купондармен беріп, көтермелеп отырам. Мысалы, алып қарайтын болса, үй тапсырмасын орындамау құқығы береді. Бұл да оқушының несін көтеріп, сабаққа деген қызығушылығын арттыруы мүмкін. Журналда қосымша баға алуға құқық береді. Бақылау жұмыстарында шпаргалка қолдануға құқық беріледі деген сияқты. Сіз үшін жауап беретін адам таңдау құқығы беріледі деген сияқты осындай мотивациялық нелер беріп отырамын. Сонымен қатар сабақтың аяқ жағында Classroom Screen платформасы арқылы рефлексия жүреді. Бұл жерде алып қарайтын болсам, менде бағаланатын құндылықтар бұл жерде жүзеге асқан жауапкершілік құндылығы, өйткені табиғатқа деген көзқарасын көрсету арқылы жүзеге асады. Бұл жерде тағы да ынтымақтастық құндылығы жүзеге асады, өйткені топта балалар бірлесе отырып жұмыс жасайды. Сонымен қатар сын тұрғысынан ойлау, тыңайтқыштардың пайдасы мен зиянын саралау арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар туған жерге деген сүйіспеншілік, жерге деген жанашырлық таныту. Яғни осы құндылықтар бізде осы сабақта жүзеге асады. Сонымен қатар сіздерге тағы да біз неге функционалдық сауаттылыққа тапсырмалар таппай жатамыз ғой? Ол бізде мынандай кішкене дүние бар. Функционалдық сауаттылық тараулар бойынша тапсырмалар берілген қазақша түрде. Егер не аламын десеңіздер, бөлісіп берейін сіздерге. Одан бөлек, сонымен қатар бізде менде 150 цифрлық сабаққа қажетті қолданбалы онлайн сервистер бар. Жасанды интеллекттер қолдану мысал ретінде көрсетіп алсам, әртүрлі видеолар жасау, презентациялар жасау жасанды интеллекттер арқылы. Видеоконференция жасау, онлайн тақталар, тест-тесттер жасау деген сияқты. Конструкторлар, дидактикалық дайын ойындар бар, форматив бағалау жұмыс парақшалары, VR, фото, видео жасау, әртүрлі қолданбалар. Осы жасанды интеллект түрлерін қолдануға болады. Енді функционалдық сауаттылық бойынша тапсырмалар жинақ па, не ол сізде? Көрсетсеңіз. Жинақ бұл негізі мен емес, авторы бар бұл кісінің. Электронды нұсқасы бар ма сізде? Электронды нұсқасы бар, егер не алсаңыздар, сіздерге жіберемін. Тарау бойынша берілген, бірінші тарау басталып химиялық түсініктер, оттегі, ауа жану. Сіз экраныңызға бір шарп көрсетіп қойсаңыз. Көрсетейін ме? Көріп тұр ма екен? Сіздің жаңағы қымызыңыз ашылып тұр бізде тек қана. Қымыз ғана ашылып тұр ма? Негізі соны ашып тұрмын, қатып қалды ма? Нені ашып тұрмын негізі? Көрінбей жатыр ма? Электрон түрде ашып тұрмын, интернеттен не алып тұр ма? Бірақ ашып тұрмын. Сіз поделиться экранды бөлістіңіз ғой, или тек қана Wordты бөлістіңіз ба? Экран тұрып не алайын. Поделиться қазір тұратыңыз, тағы да көрсетейін. Мүмкіндік болса маған. Енді көрінді ма? Көрініп тұр енді. Мына тарау бойынша жасалған бұл негізі авторы бар, бірақ алып қолдануға болады. Бізде пиза кезінде таппай жатамыз, болмаса қымызға қосамай жатамыз. Мысалы, тарау бойынша берген, органикалық нелерге байланысты да берген тапсырмалар, сонымен қатар астында жауаптары берілген.
Мгм. Электрон түрде бар, сіздерге бөліп ұсынатын боламын. Рахмет. Сіз ақы маған жіберсеңіз, мен әдіскерлерге, Аха, мұғалімдерге аха, айтып берейін, иә. аха, жақсы. Рахмет, Мгм. Күмісбек ағай. Сұрақтарыңыз бар ма жалпы? Бүгін енді бізге осы құндылықтарға бағытталған оқытуда оқушының бойына біз осы пән арқылы, химия пәнінде біз қандай құндылықтарды жүзеге асыра аламыз, қандай біз адамды қалай тәрбиелей аламыз деген сияқты осындай дүниелер бізде көп не істеліп жатады. Ана бір құралдар жинағы Бана, дегеніңізде аха, көрініп тұр, иә. 150 цифрлық нелер. Мгм. Жасанды интеллекттер ғой. Бұл да бір иә, бұл да бір дидактикалық материал ғой, енді педагогтерге өте керек, сондықтан бұны да жіберсеңіз болады, Аха, жарайды. бөліссеңіз. Керегін алып жатар педагогтер өздері Аха. жерлерін алып жатар. Мгм. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Мхм. Электронды нұсқасы әріптестер жіберілетін болады. Мен чатқа жіберемін сіздерге. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да, құрметті әріптестер? Бүгінгі мынау шеберлік сағатында айтылған дүниелер, мынау қымыжлар, презентациялар чатқа жіберілетін болады міндетті түрде. Және мен осы мен семинар шеберлік сағатында запись экранын жасағанымда Google-да өзіміздің химиктердің YouTube каналы бар, сол жерге жүктейтін боламын. Сабағы болып қатыса алмай қалған педагогтер сол жерден кіріп қатыса болады. Жүктегеннен кейін ссылкасын тоже сілтемесін жіберетін боламын. Жақсы, онда құрметті әріптестер, бүгінгі іс-шарамыз осымен аяқтайық. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Кері байланыстың сілтемесін сіздерге Google формамен жіберетін боламын. Ол жерден толтырып жібересіздер маған. Рахмет, сау болыңыздар.